Сәлем әлем, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде мини-китченға распаковка чек. Ажар? Мына бізде мынандай коробка. Біз оны ашып қойғанбыз, ішіне кейбір заттарға ішіне салып қойғанбыз. Ең бірінші, мынау бізде электроплита. Оны қазір істей ма екенін көреміз. Қытайда вилкалары үшеу, сондықтан біз переходник алып қойғанбыз. Ал енді қосамыз. Бұл міне қызыл болып жанып тұрады, қосылу екенін көрсетіп тұрады. Пока қызбағанша өшіре берейік. Маңызы қыз. Келесі мынау сковородка. Бұл сковородка, ажар дұрыс айтты. Бұл сковородка покрытиясымен шын дайындау, тағамдар дайындауға арналған сковородка. Келесі видеода біз сонымен тағамдар дайындау мүмкінбіз. Олмен әртүрлі тағамдар, олмен не істеуге болады, айтшы? Жұмыртқа пісіруге болады. Ажар дұрыс айтты. Оны да қазір қосып көреміз. Ең бірінші, мынаның ішінде не бар екенін көреміз. Бұның ішінде миска бар, Қазір енді қосуға кірісейік. Міне қосылды, және мына жерде батырмасы бар, ол жанып тұр. Ол да қосылы тұр екенін көрсетеді. Келесі Бұл не? Бұл қасықтар және вилкалар. Және палочка. Китайский палочка. Міне бұл байынан қыралады. Сіздер көрсетіп. Міне байынан қыралады. Және келесі затқа көшейік. Екінші вареники. Вареники жасайтын форма. Бұмен вареники жасауға болады, міне байынан қысу керек. Екінші. Ажар, сен екінші бола берді ғой. Бұл да миска, мынандай фиолетовый, бірақ ол пластик. Басқа затты ала бер. Келесі. Ажар еге болды. Бұл су құятын диспенсер. Ойнан басады. Сосын бізде соя соусы, май құятын бутылка. Екінші. Ажар бізде баян. Бұл бізде ағаштан жасалған Лопатка. Орысша сосын байнан ілетін, міне біреу ілтір екен, байнан іліп қоятын, сосын жерге бұлтқа тұрады. Мынау екінші бөтелке, оған біз уже май қойып қойдық қызыққа. На формочке шоколад істеуіз. Шоколад істеуіз. Бұл жұмыртқаның жылтығын отделять ету үшін алу үшін.
екінші ой келесі келесі доска. Доска. Бұл доска. Сосын міне айтқанымдай бұл губка. Байынан аяққа тұратындай. Міне байынан тұрады. Сосын бізде мынау қайтадан сковородка, бірақ покрытиясыз. мынау пишақ Пышақ бұл. Мынау өлшейтін стакан. Сосын бізде ала бер. ой ала алмай қалдым ғой жарайды. Бұл бізде қайтадан сковородка мынандай. Тоже бұл да покрытиясымен. Мынау ана плитадан қорғайтын мынандай пластиковый зат сондай. Сосын бұл бізде қайтадан кастрюля кішкентай. Сосын мынандай нелер. Онда біз қызыққа салып қойғанбыз. Бұрыш. Сосын тағы үшеу бар. Міне бұл бізде тәрелкелер. Сосын бұл фартук. Сосын бізде нақта екі кастрюля. И тағы венчик араластыратын. Сосын мант істейтін мантабарды. Бұл бізде паста істейтін аты макароны да істеуге болады. Сондай ыдыс. Атын ұмытып қалыппын, білгенмін, ұмытып қалған. Сосын ала бер. Бұл бізде перчатки. Сосын байынан алатын, мысалы блины жасап жатқанда төңкеру үшін арналған құрал. Сосын бізде қақпақ. Бұл біреу наған. Сосын тағы бір кастрюля бар. Соған екеу ғой. Бұл қақпақ нағаны арналған. Міне кешіріңіздер. Байқамай қалдым. Келесі ала бер. Бұл бізде қолқабы. Сосын мынандай неге шапсы. Мен онымен істемеймін. Қолдана алмаймын. Бұл крал сондай ыдыстарға арналған. Онда ұмытып қалған мен атын. Сосын мынау мен білмеймін. Біз соны білмедік не екенін, содан басқа затқа көшірдік. Бұл сол фартуктың қолқабы. Мына жерге киетін. Сосын бізде некесінде заттар өте көп. Мынандай ішінде тұз, біз өзі салып қойғанбыз. Біз оны айттық. Сосын тарелки. Осы үшіншісі. Сосын мынау май қоятын, бірақ мынаған емес, осы бутилкеге қойып. Мына жерге жұмыртқа салып қоятын. Сосын кішкентай ыдыс, кружка. Қайтан тарелка.
тарелкеге. Сосын Так, сосын. Жоқ. сосын не бар? Ой, демек сені. Ой. Бұл қайттан қолқабы. Мынау төгіліп қалыпты. Жарайды, ештеңе етпес. Үшіншісі мынау үшінші не? Сосын бұл Еще ожау. леніға. Ожау. Ожау. Леніға. Мынау қадеші. Я. Сосын И самое последнее. Bayna төңкере салайық. Бұл қайттан екінші қолқап. Бұл ыдыс қайттан. Сосын И кружка. Диспенсерға арналған мына жерге қоятын. Сонымен біздің ыдыстарымыз бітті. Сонымен сау болыңыздар.